Жарсыз өткен ғұмыр. Ресейге жолаушы таситын пойыз қазақтың кең сахарасын таспадай тіліп, жолшыбай кішігірім бекеттерге жақындағанда, аюдай ақырып, жер дүниені бір сілкіндіріп алып, сосын іркіп-іркіп, жылдамдығын оттай маздатып құйындай ағып келеді. Айнала мыйдай жазық. Кейде әудем жерден қарайып, көзге шыққан сүйелдей боп көрінетін, бірен-заран жылқы сиырдан басқа тырс еткен тіршіліктің көзге ұшырайтын түрі жоқ. Жаңбыр көп уақыт жаумағаны көрініп тұр. Жылғалар кеуіп, жытаң өсімдікті жер кеберістіп, жарыла бастаған. Жол бойымен жарыса жүгіріп отыратын телеграф бағандарының кейбір жерлерде сымдары үзіліп бір-бірімен байланыссыз қалған. Мұнда да жағдай тіршілік, малсыз өріс, нәрсіз жер. Көзге тым қораш көрінеді. Шілденің шығырмақ күнімен ыстық аңызақ желі айналаны табақтай қуырып тұр. Вагон іші де оңып тұрған жоқ. Қапырық күлімсіз, қолқан атып, басыңды айналдырады. Шаң тозаң азаннан бері біреу кіріп, біреу шығып жатса да, анау майлыбас жол серіктің су сеуіп, еденді дымқыл шүберекпен сүртіп алу із қаперіне кіріп те шықпайтын секілді. Есіл дерт ақша. Вагонға біреу басын сұқса болды, кеудесінен итеріп, әуелі ақшаңды төле, сосын кіресің деп айқайлайды. Құнын төлеп орнына жайғасып алған жолаушыларды да жарылқап тастайтындай құлқы білінбейді. Қиялында да, қалтасында да, столының үстіде тартпасы да толған ақша. Ол жарық дүние табалдырғын сол үшін аттаған секілді. Май басқан беті, қодырайған мойны, сығырайған жанарларының бәрі ақша әкел деп әлек салып тұратын тәрізді. Адамгершіліктің ала жібін аттап, жанашырлық пен сезімталдықтың арасынан қашан топырақ шашып жібергенін бір өзі білмесе, ешкім оның байыбына бара алмас. Тек жол серіктің осындай қасиетін іздеген адам оларды анау жатқан қызыл жасылды теңгелермен ғана табары хақ. Мақан көрші вагонға ыстық су алуға бара жатып, майлыбастың тершіген жүзіне жеркене қарап өтті. Бетінен шып-шып шығып тұрған майма, әлде терме, ол арасы түсініксіздеу еді. Жолаушыларды ыстық сумен қамтамасыз етуге міндеттелген қазаншықтың қаңырап қаңсып тұрғанына қанша уақыт өткенінде, майлыбас жол серік білмесе, басқа ешкімінде қаперіне кіріп шықпайтыны айдан анық. Тек едендегі қоқыс салынған шелектің кеспірінен ондысында болар болмас бір тіршіліктің бар екені аңғарылады. Мақан жол серікке деген ішіндегі ыза кегін шелекке бұлш еткізіп түкірумен білдіргендей болды. Кешеден бергі жол серіктің немкеттілігі жалғыз Мақан ғана емес, бүкіл вагон жолаушыларының жүйкесін тоздырып келе жатқаны бесенеден белгіледі. Сенің мұндай жұмысыңның атасына нәлет деп іштей бір сыбап алған Мақан көрші вагонға озды. Оның соңынан шөлдеп қаталаған тағы да 2-3 жолаушы шұбай жөнелген. Майлыбас жолаушылардың соңынан есікті жауып жүріңдер деген бұйрығын беріп, содан соң өзінің жұмсақ орнына келіп, жалп етіп отыра кетті де, умаждалған ақшаларды ретке келтіріп, санай бастады. Сырт көзге аюда екеміз көрінгенмен, ақша санауға келгенде саусақтары көз ілеспейтін жылдамдықпен қимылдап, қыруар ақшаның есебін қайтарып тастады да, шағын сейфінің бір бұрышына тығып жіберіп, есігін тарс кілттеп қойды. Мақанның көршісі 3 тәжік. Тәжік те әлде ауған ба, бұл жағын өзі де түсіне алмады. Өзі солай деп тұспалдаған. Бір әйел, 2 еркек, 2 күндік сапарында уақытын көңілді өткізіп, әңгіме дүкен құрып отыратын әзілқой әңгімеш көршінде бұл сәтте тағдыр оған қимаған секілді. Сол баяғы қапшық-қапшық тауар әкетіп бара жатқан саудагерлер. Үшеуі де өз тілдерінде былдырлап, түсініксіз бірдеңелерді айтудан жалықпайды. Ол өзіне түсінікті тілде сөйлейтін біреулердің кездеспегеніне іштей қапа болды. Анда-санда бұларда орыс сөздерін байқаусызда кірістіріп жібереді. Жалғыз сөздерде Мақанның түсінгені товар, теңге, рубль, Екатеринбург. Бұлар Мақанның қазіргі сәттегі жалғыздығына септігін тигізе алмады. Оның көршілеріне ішінің бір жылылығын жері, басқа тілде сайрамай өз тілдерінде сөйлеп келе жатқандығы. Қазекем болса ғой, айды аспанға көтеріп, орысша сайрап отыратын еді. Келесі соңғы купеде жолаушы жоқ. Оның орнын көгала қапшықтар басқан. Тәжіктер бір купені толығымен алдын ала сатып алған секілді. Көршілерінің сөз саптауларына қарағанда, Мақанның ұққаны осы товардың бәрі Ресейге, Екатеринбургке жол тартып бара жатқанға ұқсайды. Мақанның пойызға мінбегеніне де біраз уақыт болған. Оңтүстіктің бір ауданында
Тұратын туыстарына жиі бармаса да жыл аралатып автобуспен қатынап тұратын. Сондағы байқағаны теміржол вокзалының алаңдағындай көп адам автобекет маңына жоқтың қасы. Керісінше жолаушыдан гөрі жолаусыз деп сандалып жүрген қыз-келіншек, жігіттердің аяқ алып жүре алмайсың. Қаз қатар тізілген неше алуан автобустарға жақындай бергенде өздері-ақ атойлап алдыңнан шыға келеді. Махан сонау Ресеймен шекара жақын, аты қазақ елінікі болғанмен заты басқа ұлтының қаласына қандай мақсатпен бара жатқанын тағы да бір рет ой елегінен өткізіп шықты. Мұны құйрығынан қамшылатып, жолға сүйреп шыққан өзінің жалғыз басты тағдыры еді. Міне өмірден еншісін таба алмай, екі жарты бір бүтін боп, бас құрай алмай жүргенде қаншама жылдың жүзі болды десеңші. Қу тағдырдың оң көзі бұған соқырлық танытып, бір теріні жалғыз өзіне ғана илетіп ақ жүр. Өзі қатарлас жігіттердің барлығы да үйлі баранды болып, өмір ағысына қосылып кеткелі қашан. Алғашқы боп үйленгендердің балаларының алды мектеп бітіруге де таяу. Ал Маханның тағдыры басқаша қалыптасты. Ойламаған жерден. Бұлай болады деп үш ұйықтаса да түсіне кірмеген. Сол кездегі басына түскен қасірет қазірге дейін екі аяғына оралғы болып, тағдырына аямай-ақ тас атып ақ жүр. Институттың екінші курсын бітірер шақта біраз уақыттан бері кездесіп махаббат машақатын бірлесіп бастарынан өткеріп жүрген қыздың аяғы ауырлап үйленуге мәжбүр болды. Мүмкін болашақ әйелінің сыртқы пошымына қызыққан шығар. Бүйрек бет, ақшыл жүзді, бота көзді, аяқ қолдары балғадай, бір қарағанда жігіт сезімін үйіріп әкететін шынында да өте сүйкімді жан еді. Не керек, әйел болса да ер азамат болған күнде де олардың өзіне деген шынайы сезімі мен адал достығы басқа ауыртпалық түскенде сезілетіні ақиқат екен. Уақыт өте келіншегінің тым жеңілтек екенін сезіп, мінезінің де оңып тұрмағанын байқаған Махан өзінен аумай туған ұл үшін тағдырдың басқа салғанына көнуге белін бекем буған еді. Қыз кезінде бәрі жақсы, жаман қатын қайдан шығады деген қағиданың шынымен бекер айтылмағанына өзі де куә болды. Келесі жылдың жазында курстың құрылыс отрядының құрамында Қостанай өңіріне егін оруға аттанған. Кезінде ауылда жүріп, механизаторлық оқуды тамамдаған Махан осының алдында комбайнға отырып астық бастыруға қатысқан. Бұл жағынан алғанда құрдастарынан әлдеқайда көш ілгері көрініп жүрді. Тағдырдан таяқ жегенде сол кез еді. Бірде жұмыс қызған шақта ойламаған жерден екі саусағын сол қолының бас бармағымен, сұқ саусағын комбайнның сыртылдап жылжып тұрған пышағына байқаусызда туратып алған. Қан көп кетіп, біраз уақыт ауруханада жатып шыққан. Өзіне өзі келіп, жағдай оңала бастаған сәтте болған оқиғаның мән-жайын түсіндіріп, келіншегіне хат жазып жіберген. Баланы уақытша туыстарына апарып тастап, өзінің келіп кетуін өтінген. Оның үстіне әйеліне деген сағынышы да жігіт көңілін кернеп, байыз таптырмай тұрған. Үмітсіз шайтан деген, жан езіліп, көкірегі күрсініп, тағаты таусыла келіншегінің келуін біраз уақыт күткен. Жығылған үстіне жұдырық дегендей, Маханның үміті ақталмай, әйелінен келген суық хабар жігіттің онсыз да жүдеу тағдырын одан әрі тығырыққа тіреген. Махан, сен бізді енді күтпе, өз тағдырыңды өзің шеш деп түйіпті әйелі. Жігіт маңдайына біреу тоқпақтап ұрғандай есеңгіреп қалды. Келіншегінің емес, белінен жаралған өз шаранасының болашағын ойлап, оның енді көке деген бір ауыз сөзін естімейтініне көзі жетіп, өкпесі езіле өкінген. Кейін есін жинап өзіне келген соң, әйел де табылады. Қатын болған соң бала қайда барар дейсің деп, өзін өзі оймен жұбатқан. Тұңғыш перзенттерінің орны бөлек қой. Өзін әке еткен нәрестені ойынан көпке дейін кетпей, бәрібір жүйкесін талай уақытқа дейін мүжіп келген. Кейін өз аман-есен оралып, оқуын әрі қарай жалғастырған соң, әйелі оқуын тастап, баласын төркініне апарып, орналастырған кейін, күйеуіне тиіп кетіпті деген алып қашпа сөздерді естіген. Оның байыбына барған Махан болмады. Оқуын жалғастырып жүріп жатқан. Оның бұдан да қатты жанына батқаны екі саусағынан айырылған еді. Әйелі туралы анда-санда қиялға берілгенде, осындай келіншектерге күйеу қашанда дайын тұрады екен деп, ащы жымиып, оны серік еткен жігітке шынымен жан ашитын. Бетін ашқан жігіттің басына түскен ауыртпалықты көтере алмаған әйел қандай еркекке опа берер дейсің деп,
бойындағы көңілсіздікті басып, өзін-өзі жұбататын. Адам болған соң оның досы да, дұшпаны да көп болады ғой. Достары Маханның тағдырына алаңдаушылық білдіріп, қайғысына ортақ болса, дұшпандары үш саусақ деп атап кетті. Бұған мойыған Махан жоқ, бірақ сол шолақ алақан қанша дегенмен өз деген істеп, қырсығын тигізіп-ақ келеді. Көрік десе көркі бар. Әңгіме айтқанда майын тамызатын шешен қашанда әділдік пен шыншылдықтың туын берік ұстаған жігітті қыздар бірден ұната, шынтиған саусақтарын көрген соң, бөрі көрген аттай үркіп, іргелерін аулақ салуға тырысатын. Сөйтіп талай жыл өтіп, сол бір бақытсыз күндерден қаншама су ағып кетті десеңші. Ой тағдыр-ай. Міне содан бері жалғыздықтың ащы дәмін татып келеді. Бір белді мекемеде тап-тауыр қызмет істеп, жеке пәтері жоқ болса да, жатақхананың бір бөлмесін белден басып, бір өз тұрып жатыр. Бірақ тағдыр әу баста сыйлаған жалғыздықтан әлі де құтыла алмай, соның жолында үкілі үмітін желбіретіп келе жатқан күйде. Тепсе темір үзетін жігітке жалғыздық қашан жарасқан. Түнмен дөңбекшіп, әйел затын армандап шығатында жасырын емес. Уақыт болса тоқтаусыз ұрлана өтіп жатыр. Жасы да 40-тың қырқасына шықты. Уақытпен бірге адам да өзгеретін тәрізді. Заманың түлкі болса тазы боп шал дегендей, дүниенің құнымен қатар адамның ар мен қасиеті, адамгершілігі мен парасаты, тіпті қыз-келіншектердің сезімі мен махаббаты да ақшамен өлшеніп, тиын тебенге сатылып алынатын сұрқайда, сұмырай заманның туғанына соңғы кездері куә болмай жүрген жан кемде кем шығар. Ол да осынау темір жол саласын басқаратын іргелі бір мекемеде аудармашы болып қызмет атқарады. Беттері шарық табақтай, екі көзі сығырайған, бұқа-бұғақты дүрдегерін, қозы қарын, майлыбас жол серіктің де өз жұмысын ақшаға бір жолата айырбастағанын Махан кешеден бері өз көзімен көріп келеді. Тіпті осы туралы газетке мақалада жазғысы келген, бірақ жұртты дүрліктіріп қайтем. Менен басқа тексерушілер де, жазғыштар да жетеді ғой. Бір қалыптасқан жүйені қайтадан орнына келтіруге бір мақаланың күші жете қоймас деп, бұл ойынан лезде айнды. Оқып жатқан кітабының бетін белгілеп, қасындағы үстелдің үстіне сыра салды. Көрші еркектер шылым шегуге кеткен сияқты. Орындары бос тұр. Қарсы орында жайғасқан келіншекке көз түсті. Үнді фильмдерінде ойнайтын ай десе аузы, күн десе көзі бар, қастары қарлығаштың қанаттарындай қиылған, оймақ ауыз қалың ерін, тістері алтынмен қапталған ғажайып сұлу келіншекке тұңғыш рет назар ауған. Кешеден бері көз тоқтатып қарамағанына қайран қалды. Сәл-пәл қимылдағанда салық төстері дір-дір етіп сезімді тулатып жіберетіндей. Ақ қайыңдығынан жонып қойғандай топ-толық балтырлары да жігіттің көзінің құртын жеп, жүрегін лүп еткізді. Махан қалай тамсанғанын өзі де аңдамай қалды да, ыңғайсызданған қалыппен үстел үстіндегі кітабын алып жорта қарай бастады. Келіншектің де назары жігітке ауды. Қош жанарлар күтпеген жерде түйісе қалды. Мұндайда үндемей қалуды ыңғайсыз санаған Махан сүйкімді әйелдің назарын бір жолата өзіне аударып, екі еркектің жоқтығын пайдаланып, әңгімеге шақыруды мақсат тұтқан. Тағы да әйелдің өне бойына көз жүгіртіп алды. Үстіндегі ақшағы велюр халаты онсыз да көрікті келіншектің өңін ашып, айдай әсем, кеспірін одан әрі айшықтай түскен. Жанарлары жиі-жиыр түйсе берді. Жігіттің бір қарағандағы жылы жүзі, кең маңдайы, қалың қастары, әдеппен қиылған қою шашы әйелге де бірден қапырық ауада соғып өткен салқын самалдай әсер еткен анық еді. Осы сәтте екі жүрек бір-бірімен түсінісіп, тіл табысып үлгерген тұғын. Келіншектің қасындағы еркектерге қарағанда Маханның сырт пішіні әлдеқайда жоғары тұрған. Мүмкін бұл көріністе келіншекке аз әсер етпеген шығар. Үнемі үш саусағынан жапа шегіп жүретін Махан осы жолда жұдырығын түйіп, ыстық шай толған термостың далбасына жасырып отырды. Бұрыннан әйел затының ішкі сезімін тамыршыдай тап басып оқи білетін Махан қарсы алдында отырған сүйкімді келіншектің жүрегінде лезде ұялай қалған өзіне деген жылылықтың ұшқынын бірден сезді. Ендігі сәтте үнсіз отыра беруді ар санап, көрші келіншекті сөзге шақырды. Кешеден бері көршілермен әңгімелесуге мұршам болмапты. Кешірерсіз, жол қысқарсын, сөйлесе отыралық. Алысқа кетіп бара жатқан шығарсыз, жол болсын. Келіншек алтын тістерін жарқырата жымиып, жез қоңыраудың дыбысындай сыңғырлаған нәзік даусымен тіл қатты. Ресейге, Екатеринбург қаласына кетіп барамыз.
Ең соңғы станциядан түседі екенсіздер ғой. Қыдырып сауда? Сауда ғой әрине. Келіншек орысша таза сөйлеп отыр. Кейбір тәжіктер сияқты кібіртіктеп қиналмай орыс сөздерін тақ еткізіп жеткізді. Тәжікстандағы орыстар арасында өз тәрбиеленген болар деп топшылады Махан. Ол жаққа қандай товар апарып сатасыздар? Махан да әңгімені үзіп алмайын дегендей сұрақтарын еселей түсті. Киім-кешек, аяқ киім үлкен кішінің жаздық жеңіл киімдері. Көршілеріңіз, туыстарыңыз шығар деп Махан келіншектің жоғары жағындағы кекселеу еркек жатқан сөреге көз тастады. Иә, бірақ туыс болғанда келіншек сәл-пәл мүдіріп қалды. Маңдайына түсе бастаған 5-6 тал шашын үрлеп жіберіп, сөзін ары қарай жалғастырды. Күйеуім мен қайным, үшеуміз кетіп барамыз. Товарларыңыз көрінбейді ғой деп Махан келесі купедегі қапшықтардың барлығы осылардың заттар екенін біліп отырса да жорта сұрақ қойған. Мына купеде деп келіншек иегімен келесі купені нұсқады. Бұлардың бәрін қалай ғана орналастырып үлгердіңіздер деп Махан шынымен таң тамаша болды. Бір күн бұрын жолсерікпен келісіп орналастырып қойғанбыз. Деп Махан да бұрын мұндайдан хабары жоқ болғасын аңырып қалды. Сонда қалай жолсерікті бұрыннан танисыздар ма? Әрине бірінші рет бара жатқанымыз жоқ. Өстіп сапар шегіп жүргенімізге 1,5 жылдай болды. Жолсерікті де сол кезден бастап білеміз деп, келіншек те суырыла сөйлеп, ойындағысын жасырмай айтып отыр. Шынында да бұл жерге пәленде ешбір құпия сыр жоқ еді. Ұнатып қалған жігітке әйел де әуелі сөзбен жақындайын деген ниетін сездірген сыңайлы. Махан келіншектің күйеуі мен қайнысының қайта оралатын сәтін жақынның келе жатқанын сезгендей көз қиығымен коридорға тастай отырып бастап алған әңгіменің сабағын жалғастыра түсті. Дегенмен екі еркектің қайда кеткендері туралы да білгісі келген. Жігіттеріңіз кешікті ғой деп Махан сағатына қарады. Олар еріккен еркектер ғой. Ресторанға барып дем алып қайтамыз деп кетті. Барғансын өзіңіз білесіз. Кеше жолдарын жуып біраз ішкен. Бастарын жазуды да жек көрмейтін шығар деп келіншек Маханға жымия қарады. Жігіттің ендігі сәттегі ойы әйелмен танысу еді. Жүздің жүзін білгенше бірдің атын біл деген қағида Маханның санасына саралап өткен. Мен де сіздермен біраз жерге серіктес боп баратын сияқтымын. Танысып қоялық. Менің есім Махан деп жігіт қолын ұсынды. Сол қолы жылжымай баяғы орында жатыр еді. Мусават деп келіншек те үлбіреген ақ алақанын ұсынды. Есіміңіз әдемі екен. Бірінші рет естіп отырсам да құлаққа жағымды тиеді деп Махан әсіре мақтап алды. Рахмет, атам мен апамыздың назын шақырып қойған аты ғой. Көршілерінің жуық арада келмейтініне көзі жеткен Махан осы сәтті пайдаланып, Мусаваттан одан әріде суыртпақтап сыр тартуды көздеген. Сіз неге күйеуіңізбен бірге барып дем алмадыңыз? Мен күзетші деп күлді Мусават. Товарды байқап отыратын кісі де керек қой. Махан енді жолсерік туралы олардың бір-бірлерімен қандай қатынаста екенін білгісі келген. Темір жол саласындағы мекемеде қызмет атқарып жүрген соң ба, оның адамның көзі жете бермейтін ұсақ-түйек тіршілігіне іштей қызығушылығы белең алған еді. Бұл жолсерікті біраздан бері білетін болдыңыздар ғой. Әрине қай жерде жүрсең де таныстың көп болғаны жақсы. 100 теңгең болғанша 100 жолдасың болсын деген сөздер бар емес пе? Иә, сіз дұрыс айтасыз. Танысыз өмір сүру қиын екеніне көзім жетті. Бірақ ол таныстың табылуы да қалтаға байланысты болып тұр. Ақшаң жоқ болса таныс түгіл туысыңда қарамайды. Әйтеуір қаражаттың арқасында шым-шымдап жүріп жатқан жайымыз бар. Таныс болмаса осыншама қыруар жүкті мұнда емес, жүк вагонына тиетін едік. Оған қыруар ақша төлейсің. Және де заттарының бар жоғына кепілдік бермейді. Ондағы заттарды біреу аударып төңкеріп тонап жатса да жауап беріп жатқан ешкім жоқ. Жеткен кезде лақтырып тастап жөндеріне кетеді. Әрбір қапшықты тексеріп, заттарымызды түгендеп жататын уақыт бізде де болмайды. Алдын ала хабарлап қойған кісіміз келген соң машинасына дереу тиеп алып кетеміз. Сол себепті 4 жолаушының ақысын төлеп, бір купені сатып аламыз да жүктерімізді алдын ала тиеп, соған кете барамыз. Жолсерікте өз үлестерінен құр қалмайды деп Музават орнынан тұрып, көрші купедегі заттарын қарап келді. Бәрі орнында көрінеді. Күндіз ешкім тиіспейді ғой заттарыңызға. Дегенмен сақтықта қорлық жоқ деген неше түрлі баукеспе ұрылар бар ғой. Әсіресе түнде жүріп вагон-вагондар алап, аш қасқырдай тіміскілейтін ұрылар қаптап кетті.
Сондықтан түнде кезекпен күзетеміз. Махан Мұсаваттың айтқандарынан біраз дүниеге қанықты. Өзі қызмет атқарып жүрген темір жол саласының екінің бірі байыбына бара бермейтін қыр-сырлары жетіп артылады екен. Ол Мұсаватпен 1 сағатқа таяу әңгімелесті. Күйеуі мен қайнысы келіншекті енді сендер пікір алысып сыр шерттіңдер деп әдейі қалдырып кеткендей көрінді жігітке. Осы 1 сағат уақыт ішінде Махан да келіншектен біраз мағлұмат алып алған. Сондағы білгені жол серік, бригадир және пойыз бастығы жең ұшынан жалғасқан, бірінің аузына бірі түртіп, бірінің етегі бірі жауып жүретін сыбайластар тәрізді. Махан бұрында темір жолда орын алып отырған осындай тіршіліктер хақында талай естіген, бірақ оның сырын түсініп, ішкі дүниесіне бойылып назар салған осы еді. Бұл бұлықтарды сол саланың қызметкері Маханнан гөрі осыдан 1-2 жыл бұрын Ауғанстаннан босып келген тәжік қызы Мұзаваттың терең білетіндігі жігітті іштей қайран қалдырып, намыс отын тұтатқандай болды. Санасында жана бастаған қауқарсыз намыстан келіп кетер жоқ болғасын, ол Мұсаваттың әңгімесін ықылас қойып, әрі қарай тыңдай берген. Әйел анау Майлыбас жолсеріктің әпкесінің теміржол кассасында билет сатушы болып істейтінін, атқарылар шаруаның бәрін сол арқылы тындыратынын тапшыштеп айтып берген соң, әңгіменің арнасын өзінің бастан кешкен оқиғаларына бағыттады. Оның орыс тілін жетік меңгергеніне Махан енді ғана көзін жеткізді. Мұзават 70 жылдардың аяғында Мәскеудің 1-ші медицина институтында оқыған екен. Содан соң еліне оралып, кеңес әскерлер жағындағы бір далалық госпитальда еңбек еткен. Кейін кеңес әскерлері елінен шығарылған соң, Бағрам әуежайының емделу орталығында дәрігерлік қызметін жалғастырған. Содан соң тәліптер төңкеріс жасап, ел билігін қолдарына алған соң, әйел затының барлығына оқу оқып, жұмыс істеуіне үзілді кесілді тыйым салған екен. Соның салдарынан Мұсават та жұмыссыз қалған. Күйеуі пуштун. Кейін ел ауғанда бұлар да бастарының амандығын тілеп, туған жерлерінен босып кеткен. Әуелі Тәжікстанда, кейін одан да опа таппаған соң Өзбекстанға өткен. Мұнда да өзбектер түртпектеп күн көрсетпеген соң Алматыдан бірақ шыққан. Міне уақытша тіркеуге алынып, 2 бөлмелі пәтер жалдап, оңтүстік Астанада емен жарқын тұрып жатқан жайлары бар. Арманы өз мамандығы бойынша жұмысқа орналасу. Қазіргі заманда барлық мәселені шешіп беретін тек қана ақша ғой. Бұл мақсатының іске асатынына, келіншектің сенімде екеніне оның көңілі айқындап тұрғандай еді. Бұған қол ұшын беруге Майлыбас жолсеріктің әпкесі мүдделі көрінеді. Күйеуі де әйелінің бұл қадамына қарсы емес сияқты. Күйеуі дегенде ол өзінен 1 мүшелден астам үлкен көрінеді. Біраз жыл отасса да балалар болмай, келіншектің жігері құм боп жүргенге ұқсайды. Жолдасын менсінбейтіндігін, тек қана еңбекқорлығымен, мінезінің биязылығын, өзін өлердей сыйлайтындық үшін бірге ғұмыр кешіп келе жатқанын Махан Мұсаваттың сөз саптауынан түсінді. Келіншек ештеңені жасырған жоқ. Құдды бір ішіндегі талай уақыттан бері сарсылып жатқан сырларын ақтаратын адам таба алмай жүрген қам көңіл жан сияқтанып көрініп кетті Маханға. Қазақстан сізге ұнай ма? Махан өзінің ел туралы келіншектің пікірін білгісі келген. Ұнағанда қандай? Халқы қонақжай кішіпейіл, қазақ орысы да қарапайым, тез тіл табысып кетесің. Ешкім қудалап жатқан жоқ. Құжаттарымыздың бәрі заңды. Құдайға шүкір, бәрін де реттеп алдық. Әрине қазіргі заманда ешкім бетіңнің сұлулығына қарап жасап бермейді ғой деп Мұсават түсінген шығарсыз дегендей ернін сылп еткізді. Жігіт бір ойдан келіншектің көріктігіне, оның ашық жарқын мінезіне, өзіне деген жылы көз қарасына сүйсініп отырса, екінші жағынан әлгіндей олар шын қан жылатып жіберген. Талай жыр бір бөлмеде пәтерге қол жетпей, теміржол жатақханасының бір бөлмесінде тұрып жатқанда, әйелдің сөзін естіп, іштей қатты қорланса да, алдындағы жат жерден босып келіп, әкесінің төрінде отырғандай сайрап отырған Мұсаватқа ішіндегі бықси жанған қоламтасының түтінін сездіргісі келмеді. Біздің қоғамда әділеттің ақ жолымен жүретін күн туа ма осы? Әлінде бәрін ақша билей ма? Ертеңгі күні зәуде жұмыстан қысқартылып, немесе басқа да жағдай бола қалса, сол өзіне көп көрінген бір бөлмеден де айырылып қалуы мүмкін. Сәлден кейін Мұсаваттың күйеуі мен қайнысы келді. Тап-тауыр әңгімелесіп отырған келіншектің көңілі еріксіз соларға ауды. Қап тағы да біраз әңгімелесетін едік деп, іштей өкінген Махан кітабын қолына алып, ештеңе білмеген сыңай танытып, төсегіне қисая кетті.
Екі жігіт дабырласып өз тілдерінде бірдеңелерді айтысып жатты. Бірақ тілдерін түсінбеген соң Махан оларға назар аударған жоқ. Алайда осы келіншектің күйеуі қандай адам екен деген құштарлыққа бойын жеңгізген жігіт анда-санда жанарын солай қарай ұрлана аударып қояды. Мұсаваттың күйеуі сидиған ұзын, көзі шүңірейген, жағына пышақ жоңғандай арық, танауы бір жағынан қисайған, тістері күзгі жапырақ сияқты сап-сары, өңі көмірдей қара, тым ұсқынсыз екен. Мұсават пен екеуінің арасы жер мен көктей, менсінбейтіндей жөні бар екен әйелдің. Күйеуі әйелінің үстіндегі сөреге лып етіп шығып кетті де, өңін қабырғаға беріп үнсіз қалды. Қайнысы Маханның үстіндегі сөреге жайғасты. Екеуі егіз қоздай бір-бірінен аумайды. Ағасының жасының үлкендігі оның жүзін шимайлаған әжімдерден аңғаруға болатындай. Маханның ауғандарға түс тоқтатып қараған осы еді. Кәдімгі тәжіктерден сынық сүйем айырмашылықтары жоқ. Маханның екі көзі кітапта болғанмен қиялы шартарапқа қалықтап кетті. Ендігі сәтте көрікті әйелге анда-санда ұрлана қарап, өзінен қол созым жерде жатқан Мұсафатты қиял қанатына отырғызып, ұшар басын мұз басқан асқар-асқар таулардың биігіне көтеріп, самғай ұшқан. Мейлі, қазіргі сәтте сенің қайдан келгенің, мұнда не себептен жүргенің мен үшін маңызын жоғалтқан тірлік болып қалған. Шіркін, әйелім болсаң ғой, осы көркіңе табынып, өмір бойы құлың болып өтуге басымды тігер едім. Неткен ғажап сұлу. Сендей әйелдер де өмірден өз теңін, арайлы бақытын таба алмай, құса боп өтетініне кім сенеді? Әлбетте, өмір заң осыған саяды. Өз теңін таба алмай, бақытсыз ғұмыр кешкендер қаншама бұл дүниеде. Сен де солардың біреуі боп қала бермексің бе? Мүмкін емес. Мүмкін емес бұл жағдай. Махан кейінгі кезде біраз келіншектермен кездесіп, тауы шағылып тауаны қайтқан. Заманда өзгеріп, онымен қатар әйелдердің мінез құлқына, сана сезіміне, ойлау қиялдау жүйелеріне біраз өңгерсенгенін байқап жүрген жайы бар. Кейінгі уақыттан бірінен соң бірімен кездескен екі әйелдің ұстанған көз қарасы оны тіптен жасты тастаған. Бәрінің қиялында сол баяғы ақша. Құдай-ау, о заманда бұ заман сезім де ақшаға сатылатын болған ба? Иттен ұят кетсе босағадан ет кетеді дегенді естуші еді. Енді әйелмен кездесуде мұң болып қалды. Ол үшін қалтаң толған пұл болу керек. Алғашқысы 20-дан жаңа асқан, күйеуінен ажырасқан келіншек. Дос-жарандар тауып беріп, екеуінің жүздерін қосқан. Сыртай Маханның мақтауында келіншекке келістіріп жеткізген екен. Мінезі ашық, әділ, жомарт, көрікті, білімді, ақылды, бір белді мекемеде қызмет істейді. Табысы мол, екі адамға жетіп артылады. Қойшы, әйтеуір айын аспаннан, төбесін көктен бірақ шығарған. Келіншек те мұның кездесіп тұрайық деген ұсынысына бірден келіскен. Ақпан айы болатын, кем саусақтарын жасырып, қолдарына қолғап киген. Бір қарағанда көрікті әйелді өзі ұнатып түскі асқа жақын жерде орналасқан арзан қолдау бір кафеге алып барған. Осыған дейін саусақтарының кемдігінен жолы болмай, Маханның жүрегі тағы өрек бөледі. Екеуі сырт киімдерін шешіп стол басына келіп отырған. Әуелгіде саусақтары жұмулы Маханның қолына келіншек назар аудармаған. Саусақтарын үнемі жұмып, жұдырығын әркез түйіп жүретін адам болмайды ғой. Ол үшін бұл жағдайды бұлжытпай қаперде ұстау керек. Және де өстіп, әркімге ұнамайын деген ойдың қисында жоқ. Сол себепті барды бар етіп, жоқты жоқ етіп көрсеткенге не жетсін. Бұрын Маханның саусағының хабары жоқ келіншектің жанары шынтыйған алақанына түсіп, жылан шағып алғандай денесінің дір етіп, өңінің өзгере қалғанын ол да бірден аңғарды. Әйелдің кескінін көргеннен кейін жігіттің денесінен де тоқ жүріп өткендей болды. Келіншектің ішкі сезіміне өзгеріс енсе де сыр белдірген жоқ. Біраздан соң байыр қалпына келіп, Маханның құйған шарабынан анда-санда бір ұрттап отыра берді. Қай әйелдің қулығына құрық бойлапты. Келіншектің санасын қандай ойдың жайлағанын кім білсін. Әйтеуір ақшы-жарқын мінезіне салып, әртүрлі әңгімелерге ден қойып, Маханның жаңа сәтте пайда болған үрейін сейілтуге талпынған кейпі бар. Тіпті жігітке шынымен ғашық болып қалғандай, өзімсіне емірене сөйлеп отыр. Келіншектің көңілін аулайын деген ниетпен оны неше түрлі аттракциондарға отырғызып балмұздақ сатып әперді. Кездесу сәт соңына жетіп қоштасатын сәтте келіншек: «Мәке, жақында біреулерден қарыз алып едім. 3000 теңге бере алмайсыз ба?» дегенде Маханның денесін үскірік шалғандай мұздап сала берді.
әйел затымен алғашқы кездесуі болған. Келіншектің бұл тілегіне аса назар аудармаса деді. Өйткені ондай оқиғалар бұрында бірнеше рет қайталанған. Әлденеше рет келіншектердің жыл сөздеріне еріп, олардың сезімге ойнауының әсерінен шығындалып қалғанында жасырын емес тұғын. Әйел мінез бір-бірлеріне қандай ұқсас болады. Мынау да солардың бірі ғой. Үміт оты тағы да үзіліп, бағанадан бергі пайда болған шағын қуаныш елге ұшып кеткендей болды. Келіншек өзін атып қалған еркектен басқа жауап күткен тұғын. Бірақ Махан да бар жігерін бойына жинап, анау не істер екен дегендей ақша жоқ деп әйелге үңіле қараған. Әйелдің түсі күңіреніп, аузы бұртия қалды. О тоба, ер азаматта ақша жоқ дегенге кім сенеді? Шамасы сараң шығарсыз, мен сараңдарды ұнатпаймын деп, келіншек Маханның қолтығынан қолын жұлып алған. Енді ештеңеден аянып қалмаған Маханда әйелді сөзбен қағытып өтті. Сонда не дейсің, жомарт екенін бе? Бір кездескен әйелге қалтамдағы ақшаны ұстата берейін бе деп ащы жымиған. Әйелдердің сезімін ақшаға сатып алатын жағдайым жоқ. Келіншек басқа сөзге келмей кете барды. Тағы да біраз ақшасынан тектен-текке айырылып қалғанына өкінді. Бұл оқиғадан соң 30-дан асқан тағы бір әйелмен кездескен. Отбасын құрып көңілсіз жалғыздықтан құтылам ба деген дәмесі жігіттің үмітіне үкі тағып алға жетелей берді. Жығылған күреске тоймайды деген мәтелді тап осы қазір Маханға арнап айтуға болатын еді. Бұл келіншектің санасында сәл-пәл болса да ұяты бар екен. Онымен 4-5 рет кездесіп, тіпті бір-біріне етене жақындасып кеткен. Кейінгі кездескен сәтінде әйел ойламаған жерден ойындағы тілегін Маханның алдына тартқан. Махан, ломбардқа салып қойған алтындарым бар еді. Ақшам жоқ боп ала алмай жүрмін. Ертең соңғы күн еді. Соны алуға қол ұшыңды бере аласың ба деп қиылған. 2-3 мың теңге болса көмектесе салайын. Шынымен қысылып тұрған шығар. Мүмкін тағдыр қосып басымыз бірігіп те қалар деп ойлаған Махан келіншекке сұрақ қойған. Қанша керек еді? 9 мың теңге. Махан не айтарын білмей сілтідей тынып қалды. Мұндай соманы берейін десе, басы артық қаражаты да жоқ болатын. Тағы да көңілі су сепкендей басылып, ішкі дүниесін ызға қарып өткендей болды. Ойлап қараса әйелмен 4-5 рет кездескен екен. Сонда әрбір кездесу 2 мың теңгеден асып жығылатын болып тұр. Жүрген жалақысының жартысынан әлдеқайда жоғары. Шым-шымдап, шым-жемге, өзіне қажетті заттарға әзер жеткізіп жүрген жалақысынан осыншама қаражатты ойып бере салуға жүрегі дауаламады. Әмбе әйелдің ішіне қандай иттің өліп жатқанын әлде сыралғы боп үлгермеген еді. Өзі Махан сияқты тігін фабрикасы жатақханасының бір бөлмесінде тұрады екен. Осыған дейін құр-қол бармай тамағын қажетті заттарын алып барып жүрген. Енді міне қызталақ 9 мың теңге сұрап тұр. Сонда бұл әйелдер еркектердің барлығы миллионер деп ойлай екен. Ақыр аяғы қалтасының таяздығынан бұл әйелмен де қош айтысқан. Осыдан кейін әйел затын бір жолата ұмытуға бел буды. Мұның бәріне Шолақ алақанын кінәлі деп тапқан еді. Жалпы адамның бір жері кеміс болса, айнадағылардың барлығы бұл кісіні іштей кемістіп, басынып алатын секілді. Шіркін 5 саусағы түгел болса, баяғыда отбасын құрып, бала шағаларын өсіріп отырар еді ғой. Бұл ойынның жаны бар. Өзі білетін бір сүр бойдақ осыдан 1 жыл бұрын үйленген. 12 мүшесі сау, тепсе темір үзетін сұңғақ бойлы, көрікті жігітке шынымен ғашық болмаған қыз келіншек кемде кемеді. Бірде сол танысынан келіншектер сенен ақша сұрады ма деп сұраған. Ол не үшін деп таңдана өзіне сұрақ қойған. Сөйтсе ол марқасқан әйел тағдырын тәрк етіп ойыншыққа айналар, бірінен соң бірімен кездесіп, уақыты келгенде жалт беріп кете берген. Сонда Маханның бағамдағаны әйелдер ұнатқан адамнан ақша сұрамай, қайта оның сезімін сыйлауға тырысатын сияқты. Ақыры күйеуге шықпаған, 20-ға жаңа ғана толған жас қызға тоқтап, соған үйленіп тынған. Пойыз ағып келеді. Күн төбеге көтерілген сайын ұшы-қиыры жоқ сары даланың аптабы да күшейіп, соның зардабы вагон ішіндегі жолаушыларға да кері әсерін тигізе бастаған. Қырсыққанда терезе де толығымен ашылып төмен қарай түспейді екен. Бар болғаны сіріңкенің бойындай ғана саңылау беріп тұр. Сол сіріңкенің қорабын жоғары жағына тіреп қоймасаң, оған да зар боласың. Ұзын коридордың еденінің бетінде сыпырғыш пен дымқыл шүберектің тиер түрі байқалатын емес. Бағанағы аюдай ақырып жүрген майлыбастың қарасы үзілгелі қашан. Қорылдап ұйықтап жатқан сияқты. Оның орнына шидей арық беті қожыр-қожыр кетіктіс орыс пайда болды. Майлыбастың жалдамасы екенін сырт пішінен де аңғаруға болатындай. Үстіндегі киген бір қабат киімдері де оңып тұрған жоқ. Кеудесінде кір басқан ала жейдесі мен
Бұтындағы қолқылдаған кең балақ трикосы оқ тигендей шұрқ-шұрқ тесік. Қарап отырған адамның жүрегі еріксіз айниды. Жалдама орыс вагонды сыпыра бастады. Шаң тозаң ауаға көтеріп, жолаушылардың қолқаларын атып, зығырдан қайнатып отыр. Ақша дертіне шалдыққан адам басқа дертті қайдан мойындай қойсын, ол үшін бәрібір екені көрініп тұр. Тоқпағың мықты болса, киіз қазық жерге кіреді. Басында шатыры, сүйеушісі жоқ адамның ойына не келсе, соны жүзеге асыру мүмкін емес қой. Осының да ар жағында бір мықтының тұрғаны анық деп шамалады Махан. Майлыбас туралы. Махан кітабын қолына алып оқып келген жерінен әрі қарай қаншама жалғастырмақшы болып, ниеттесе де қапталған қыстырылған ой легі бұған ешбір мүмкіндік бермеген еді. Көрші әйелге тағы да ұрлана көз тастады. Музават жеңіл пысылдап, ұйқы құшағына енген. Оған көз жеткесін, денесін түгел соған бұрып қырынан жатты. Әйелдің басынан аяғына дейін жанаралармен жайлап сипап өтті. Сұлу келіншек жігіт қиялының бір сәтке меншігі боп кеткен секілденді. Қою қара шашы, қара жүзі, қарлығаштың қанатындай қиылған қастары бәрінде зерделеп қарап шықты. Үстіңгі сөредегі қорылдап ұйықтап жатқан еркегінің арасы оған аспан мен жердей болып тұр. Жолаушылап бара жатқан мақсатын тағы да ой елегінен өткізіп шықты. Иә, сол ғұмыр бойы бітпейтін, елес боп жеткізбейтін, түлкі боп алдырмайтын қу өмірдің жалғыз-ақ мақсаты ғой баяғы. Жаман да, жақсы да, данышпан да, сорлы да, арман ететін бір қиял, үйленіп бақытты отбасын құрып, ұрпақ қалдыру. Біреу үшін бұл шиесіндірардай оңай шаруа боп көрінер, бірақ Махан үшін түйіні шешілмейтін жұмбақ, қуса қолы жетпейтін арман болып көрінеді де тұрады. Міне осы сапарында тағы да бір үміт оты тұтанған сыңайлы. Кезінде бірге оқыған жолдас жігітінің туған күні аталып өтілген. Сондағы думан кезінде стол басында отырып, қасында отырған бір әйелмен танысып еді. Алғашқыда ұнатып қалған әйелдің неке сақинасына қарап, басының бос емес екенін топшалады. Сөзден сөз шыға келе, бұл әйелдің Қызыржал қаласында тұратын сіңілісінің оның күйеуге шықпаған жалғыз басты қыз екенін білді. 3 бөлмелі үйде жападан жалғыз тұрады. Жолдас жігіт әлгі әйелге Маханды сыртынан таныстырып та қойса керек. Әйел сіңілісінің Маханмен танысуына мүдделі болғандықтан, әбден үйренсе келе, ол туралы көп мағлұмат беріп, тіпті алдын ала звондап сіңілісіне бұл жайттан хабардар етуде айтқан. Есімі Күнсәуле, әпкесінің айтуынша жібек мінезді, көрікті, жоғары білімі бар, әділ, жомарт, қызмет сол қаланың бір мәдениет мекемесінде бөлім басқаратын көрінеді. Әйтеуір қойшы, осын тыңдап отырып, ертегіде суреттелген күн астында күнкей қызды көз алдына елестетіп еді Махан. Шіркін, шынымен осындай болса, бойдақ жігіттер сонда айқарап жүрме деп, көптен күпті болған көңілін белгісіз бір ызғар қарып өткен. Пойыз Қызылжарға түннің бір уағында жетті. Махан бір ұйықтап тұрғанда айналаның бәрі түн құшағына енген. Вагон іші алакөлеңке, әрбір жерде әлсіз жарықтар қылтияды. Жан-жақтан қорылдап ұйықтаған жолаушылардың дыбыстары келеді құлаққа. Кейбіреулері жүректерін сүйретіп ақырын ғана есікке қарай беттеп барады. Махан сағатына қарады. Аз ғана уақыт қалған екен. Апыл-ғұпыл киініп, тез барып беті қолын жуып келді. Осы сәтте Мусават та оянды. Анау екі құлақтарына мылтық атса да селт етер емес. Сол баяғы үйреншікті қорылдарына басып тырп етпей жатыр. Келіп қалдыңыз ба деді Мусават сыбырлап сөйлеп. Иә, жарты сағат қалды. Сау сәлемет болыңыз деп Мусават жылы қоштасқан болып жатыр. Бір-біріне ашық емеурін білдіре алмаған, екеуі де өкініп жатқан еді қазіргі сәтте. Орталарына өте алмас қамал болып, екі еркек кетіп барады. Мұны екеуі де түсінгендей, бірақ екі жүрек те неге екенін кім білсін, қайта табысарын білетіндей қуаныштан бұлқынып соғуда. Манадан бері Күнсәуле туралы қаншама рет ойласа да, жібімеген жүрегі Мусават жайында бір сәт қиялға шомып еді, көктемнің шуағындай жұлып сала берді. Бұл қалай болды өзі? Сонда бұл жүрек кімді қалап жатыр? Күйеуі бар әйелді ме, әлде бой жеткен қызды ма? Өзіне өзі сұрақ қойды. Ендігі бір сәтте біреу жүрегінің қалауымен неге жүрмейсің деп сыбырлаған секілденді. Құдай-ау, расымен де мен неге осы жүрегімнің әмірін тыңдамаймын? Пойыз іркібір кілт тоқтай қалды. Бұл жерде 3-4 жолаушы түседі екен. Қызмет етіп жүрген сол баяғы жалдамалы орыс ішіп алған секілді. Аузынан арақ иісі мүңкіп тұр. Онымен қоса тағы да бар күлімсі иіс танауды атады. Махан тез түсіп кетуге асықты. Қарсы алушылар да көп емес. Оның көзіне анандай жерде тұрған Күнсәуле түсті. Сол суретіндегі бет әлпеті. Қасында мәңкілдеген орыс кемпір.
көршісі болар деп ойлады. Жақындап келіп еді, бет әлпеті келісті болса да, сорайған ұзын аяқтары, шидей жіңішке төсі, тақтайдай тегіс қарақшыға ұқсаған әйелге көңілі толмай жанарын сүзе қарады. Ананың да Маханның екі саусағы кем, шолақ алақанына назары бірден ауып, өне бойы шоқ басып алғандай дір ете түсті. Бірақ жағдай осылай болса да, бір-біріне сыр алдыра қойған жоқ. Махан ойлады, келуін келіп қалған екем, соңын күтейін, сыртында нем бар? Мінезі жақсы адам, сыйлайтын әйел болса, басқасын қайтейін. Күнсәуле ойлады, саусақтары жоқ, қолы кем екен, бірақ өңді келісті жігіт тәрізді. Үйіме келген соң дегенімді істетермін. Келсең келсерсің, келіспесең кете берерсің. Махан вокзалға кіріп буфеттен бір бөтелке коньяк алды. Алматыдан ала салу керек еді. Қаперіне де кіріп шықпапты. Әйелге қырындап, тез жақындау үшін бұл да бір таптырмайтын қару ғой. Кемпір үстіңгі қабатта тұратын Күнсәуленің көршісі. Әмбе кезінде оның мектепте сабақ берген ұстазы көрінеді. Күнсәуле 3 бөлмелі кең пәтерде жападан жалғыз тұрады екен. Әке шешесінен қалған мұра. Вокзалға тиіп тұр. 3 минуттық қана жер. Қарны ашып өзек алып келген Маханның адам баласы ғой, қонақ келе жатқанын біледі. Былқылдатып есі асып қоймаса да, столына тіске басар бірдеңе болмау мүмкін емес деген ойы жылан жалаған тақыр столды көргенде құрдымға кетті. Ошақ бойын тіпті ызғар қарып өткендей болды.